Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға тез арада дайын болатын, ашытуды, ұзақ уақыт күтуді қажет етпейтін, бар болғаны 15 минутта дайын болатын бауырсақтардың рецептісін көрсеткім келіп отыр. Құрамында айран қосылатын бауырсақтар дәл осындай өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, дәл осындай керемет бауырсақтарды сіздер де менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Каналыма әлі де тіркелмеген көрермен болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы айранымызды құйып аламыз. Міндетті түрде айранның жылы болуын қадағалаңыздар. Үстінен ас содасын салып, жақсылап отырып араластырамыз. Осы сәтте біздің айранымыз содамен бірге реакцияға түсетін болады. Яғни дәл осылай көпіршиді. Осылай көпірши бастағанын күтетін боламыз. Көпіршіген сәтте үстінен қант саламын. Жақсылап араластырамын. Және де тұз қосып, тағы да бір араластырып алатын боламын. Және үстінен сұйық майды құйып, тағы да бір жақсылап араластыратын боламын. Келесі кезекте үстінен ұнды бірнеше бөлікке бөліп, өте жұмсақ қамыр илейтін боламын. Қамырды ең алдымен қасықтың көмегімен немесе шанышқының көмегімен біріктіріп алатын боламын. Қамырымыз әбден қоюланып, бірге бастаған сәтте қасықты шығарып тастап, ары қарай қалған ұнды салып, қолдың көмегімен өте жұмсақ, қолға жабыспайтын бір келкі қамыр илеп алатын боламын. Келесі кезекте артылған ұнды дастархан бетіне салып алып, осы қамырымызды дастархан үстінде иік қанғанша жақсылап отырып илеймін. Менде дәл осындай қамыр шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Өте жұмсақ және қолға жабыспайтын қамыр пайда болды. Осы қамырымызды ыдысқа салып 15-20 минутқа тындырып алдым. Тынып тұрған қамырымызды дастархан үстіне түсіріп, бірде екі бөлікке бөліп алатын боламын. Менде дәл осындай екі күлше қамыр шықты. Екі күлшенің бір күлшесін қойып тұрып, екіншісін дәл осылай қолдың көмегімен басып аламын. Және оқтаумен бауырсақтың қамырын жайған сияқты жаятын боламын. Дәл осылай жайып алдық. Осы қамырды домалақ бауырсақтар етіп кесіп аламын үс қамырдан. Дәл осындай бауырсақтарымыз кесіп шықтық. Осы бауырсақтарымызды орамал үстіне қойып алатын боламыз. Келесі кезекте екінші қамырымызды дәл осы реттілікпен ең алдымен қолмен басып алып, содан кейін оқтаудың көмегімен жұқалап жаятын боламын. Екінші қамырды мен 4 бұрыш бауырсақтар жасаймын, сол себепті дәл осылай кесіп шығатын боламын. Бауырсақты өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кез келген көлемде немесе пішінде жасай беруге болады. Мен дәл осындай екі түрін көрсеткім келіп отыр. Осы аралықта міндетті түрде
қазанымызды немесе кастрюльді отқа қойып, майымызды алдын ала қыздыратын боламыз. Қызып тұрған майда бауырсақтарымызды пісіреміз. Ең алдымен көтеріліп тұрған домалақ бауырсақтарды салып пісіріп алатын боламын. Пісіп шыққан бауырсақтарымызды бірден аламыз және қағаз сүлгінің үстіне қойып, артық майын кетіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте тамаша болып шығады. Келесі кезекте екінші рет тағы да осылай бауырсақтарды салып пісіріп алатын боламын. Дәл осы реттілікпен барлық бауырсақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Өте тамаша, керемет болып көтерілген, жұмсақ, дәмі өте ерекше. Асыққан кезде немесе үйге аяқ асты қонақ келіп қалған кезде дәл осылай 15 минутта елеп пісіріп алсаңыздар болады. Керемет бауырсақтардың бірі. Осымен менің бауырсақтарым дайын. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын, пайдалы болды деген ойдамын. Бауырсақ жақсы көретін таныстарыңызбен, достарыңызбен дәл осы видеомен бөлісе отырыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыздар, менің жаңа видеоларым сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы. Келесі тамаша рецептерде кездескенше сау болыңыздар.